Кенесары Қасымұлы, мемлекет қайраткері, әскери қолбасшы, қазақ мемлекетінің соңғы ханы. Сәлем достар, сіздермен бірге Нұриятлаев. Бүгін біз Кенесары Қасымұлының басын орыс үкіметі неге бермей отырғанын айтатын боламыз. Кенесары Қасымұлы 1802 жылы солтүстік Қазақстан облысы Көкшетау өңірінде дүниеге келген. Әкесі Қасым Сұлтан Кенесары ханның 8 баласы болды. Олар Сыдық, Жапыр, Омар, Осман, Әбубәкір, Шығайып, Тайшық, Ахмет. Кенесары хан 1837-47 жылы болған ұлт-азаттық көтерілісінің қолбасшысы көсемі болды. Бұл соғыс былай басталған еді. Орыс үкіметі қазақ мемлекетінің шырайлы көрікті жерлеріне бекіністер салып шаруаларды әкеле бастады. Бұған шыдамаған Кенесары 1837 жылы әскер жинап хандық билікке құру үшін орыстарға соғыс ашты. Ал орыстар керісінше хандық билікті жою керек болды. Сол үшін орыс үкіметі кім Кенесарының басына келсе соған 3000 сом сыйақы бар деді. Бұған қызыққан қырғыздар 1847 жылы Қырғыздағы Майтөбе деген жерде Кенесарыны өлтіреді де басын Ресей үкіметіне сыйақы ретінде береді. Содан бастап қазірге дейінгі Кенесары ханның басы Ресей мемлекетінде тұр. Ресей үкіметі Кенесарының басын Қазақстанға бермеді. Бұған себеп болған Ванганың тікелей қатысы болды. Ванга егерде Кенесарының басы қазақ мемлекетіне келетін болса, Қазақстан әлемдегі ең мықты державаға айналады деді. Сол үшін Ресей үкіметі Қазақстанға соңғы ханымыздың басын бермей отыр. Ұнаса, видео ұнаса, лайк басып каналға смело тіркеліп отырамыз. Келесіде тағы да қызықты факттер шығатын болады. Давайте достар, лайк басамыз, каналға жазылыңыз.